сұрақ берген. Жеке. Ақылдаспаймыз, алдымызда тұр, жеке. Бүгіндері еркіндікке жетуді санасаған. Мен қазақтың ойлатының тілтаным айтылып бар әлемге, елтаңба мен туындағы түр көбінде. Ұнатма сіздерге. У нас қуаттағышымызды көтерейік, 100%-ға, 75%-ға, 50%-ға. 100% еді, қуаттағышымыз 100% дейді, 100%. Ұсыныстарыңыз бар ма? Ешқашанда мойымаған, әлсіздікпен адамды қателік қойған. Ұнатма сіздерге. Ұсыныстарыңыз бар ма? 100% еді, көтерейік қуаттағышымызды. 75, 100, тамаша. Кеттік. Екінші топ кім оқиды? Үшінші топ, екінші топ. Алма. Хат жаздым. Ал жақсы. Қалың елім қазағым армысыңдар. Кімнің атына жазып отырсыз? Мен осы хатты бесеуді хаты шығармасының авторы Мұхтар Мағауин атанды. Ғажап. Қалың елім қазағым армысыңдар. Кез келген мемлекет болашағы білімді жастар. Бүгінгі жас болашақ Қазақстанның жанды бейнесі. Қазіргі бала ертеңгі ел тізгінін ұстайтын тұлға. Мен осы шығарманы өткен ғасырда болған геноцид пен қиын кезеңде сендердің өткен өмірлерін үшін жаздым. Ежелден бері біздің қазақ халқымыз тәуелсіздік үшін, жер үшін күрескен. Сол себепті сендер еліміздің еркіндігі мен тәуелсіздігін бағалауға жетсіңдер. Қазақстан болашағы сендерсіңдер, мен сендерге сенемін. Келесіздер, келісесіздер ме? Қуаттағышымыз көтерейік, жарайсың. Қандай тамаша жаздыңыз? Қыстау кезеңді арқа тастап халқымыз бұл күнді де оңай жеңді. Сталиннің жасаған аштығынан қырылды қаншама мың миллион адам. Билікке қарсы шыққан қазақ үшін сарқылмайтын теңіздермен өлең жазды. Ғажап деп ойлаймын. Пікірлеріңіз бар ма? Көтерейік, тамаша, жарайсың. Көтерейікші қуаттағышымыз. Қуаттағышымыз толып тұр екен, тамаша, жарайсың. Ұсыныс бар ма? Жақсы, тағы көзқарасымыз болсын. Айтып, Аружан дейді, ал Аружан айтып. Мен автордың атынан қазіргі келешек балаларға хат жаздым. Сәлем балалар, бүгін біз аштыққа ұшырағандарды, сондай-ақ туған жерден кетуге мәжбүр болғандарды еске аламыз. 20 ғасырдағы ұжымдастыру науқаны елді жаппай аштыққа ұшыратып, ел басына зауал тудырды. Қолдан ұжымдастырылған саясатқа қарсылық білдірген қазақ зиялылары өз жерлері үшін Сталинге хат жазды. Мен осы драманы тарихта құжат ретінде қалғанын көздеп жазған болатынмын. Қанша уақыт өтсе де жан жарамыз жазылған жоқ. Келешекте ұлтымыз бұл сұмдықты көрмесе деп тілеймін. Бүгінгі ұрпақтың міндеті саяси қуғын-сүргін құрбандарын естен шығармай, оларды жанымызда сақтау. Ғажап деп ойлаймын. Сіздер қалайсыздар? Қуаттағышымыз көтерейікші. 100% ұсыныс бар ма? Ұсыныс жоқ дейді. Тағы қандай ойларыңыз бар? Айтар. Аслан. Сөзі естен жақсы жазады, Аслан. Жақсы ұсыныс айтады. Хат жаздым. Құрметті жас ұрпақ, мен бұл шығарманы сендерге ата-бабаларым, сендер үшін елінің шыққан қаһармандыққа жету үшін жаздым. Әрине бұл шығарма көпке жете алмаймыз. Дегенмен шынымен ұсынылғанын жанын тербетіп, ішіне сүйген патриоттық рухты оятар сөзсіз. Хатты жазған 5 азамат өз өмірлерін халықтың болашағы үшін таразыға салғандығы сендер үшін үлкен тәрбие болады деген сенімдемін. Қазіргі таңның өзінде тәуелсіздікке қолымыз жетсе де барымызды бағалап отырмыз. Еліміздің ішіндегі бауырластық ынтымақтастықтан айырылып жатқандығын жасырын емес. Ал бесеудің хатты шығармасы ішіміздегі тек күл болған елімізге деген сүйіспеншілік алауын жағатынына кәміл сенемін. Болашақ тек өз қолымызда. Егер оны жаттың әрі ашық қолымыз келсе, қазірден бастап әрекет ету қажет деп білемін. Сондықтан да жалпы сендерге сеніп тапсырамын орасан зор. Еліміздің болашағы үшін аянып қалмайық. Мен сендерге сенемін. Дейді, тамаша. Ғажап, тамаша, жарайсың. Тағы қандай ойларыңыз бар? Не білдіңіздер, не білгіңіздер ұсыныс. Ұсыныс айтсаңыздар. Болашақ Ғажап алғымыз.